5 жыл бұрын іске қосылған фармацевтикалық кәсіпорын қызметкерлерінің басым көпшілігі қыз-келіншектер. Тиісті халықаралық стандарт талабына сәйкес шығаратын өнімдері отандық нарықта кеңінен танымал. Негізінен жөтелге, тұмауға, қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер өндіріледі. Бүгін мұнда қызметкерлерді 8 наурыз мерекесімен құттықтаған облыс әкімі кәсіпорынның маңыздылығын атап өтті. Енді елбасы әрдайым айтады, біз өзіміз дәрі-дәрмекпенен қамтамасыз етуіміз керек деп. Өкінішке орай біздің Ақтөбеден де сіздерден басқа бір жақсы дәрі-дәрмек шығаратын кәсіпорын жоқ. Сондықтан сіздердің мына біздің облысымыздың халқының денсаулығын жақсартуға, экономикасын дамытуға үлкен орындарыңыз бар. Енді кішкентай коллектив болса да, бірақ енді үлкен жұмыс жасап жатсыздар. Бір енді қуантатыны сіздердің күннен күнге алға басып баратқандарыңыздың, өсіп жатқандарыңыз. Мерекелік тілегін арнаған облыс әкімі бірқатар мамандарды алғыс хатпен марапаттады. Олардың арасында зертхана меңгерушісі, өндіріс шебері, операторлары бар. Мұндай құрметке ие болған серіктестік өкілдері биылдан бастап сұйықтық және қатты дәрі-дәрмектердің түрлері көбейіп, өнім көлемі артатынын жеткізді. Тек былтырдың өзінде 14 миллион қаптама шығарылған. Ол жетістікпен тоқтап тұрмай, әрде жұмыс жасап жатырмыз, әрде дәрі-дәрмектер регистрацияға тіркеп 2019-2020 жылы 22 дәрі-дәрмекке дейін көбейткіміз келіп жатыр. Жыл сайын саны да көбейіп жатыр, сапасы да көбейіп жатыр дәрі-дәрмектердің. Осы завод ашылғалы бері жолдасымыз екеуміз осы заводта жұмыс жасап келе жатырмыз. Бізге баспана беріп жатыр, айлығымыз уақытылы беріледі. Қаншама семьялар осы заводымызда семьяларын бағып жатыр. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.